Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін әйел бедеулігі дегенне және де одан қалай құтылуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әйел бедеулігі репродуктивті жастағы әйелдің бала көтере алмау қабілеті. Негізгі себептері: психогенді факторлар, овуляцияның бұзылуы, түтікті перитонеалды фактор, әртүрлі гинекологиялық фактор және де иммунологиялық себептер. Психогенді фактор: жанұядағы конфликті жағдай, жұмыстағы стресс, жыныстық өмірге қанағаттанбау, жүктіліктен қорқу немесе керісінше қатты бала қалау да әйел ағзасындағы овуляцияны бұзып, бедеулікке алып келеді. Эндокринді бедеулік овуляцияның өзгеруімен, соның ішінде етеккірдің лютеинді фазасының жетіспеушілігінен болады. Ановуляторлы бедеулік репродуктивті жүйенің кез келген бөлімінің зақымдалуынан пайда болады. Түтікшелі және перитонеалды бедеулік. Түтіктік бедеулік жатыр түтігінің функционалды белсенділігінің бұзылуынан немесе олардың органикалық зақымдалуынан пайда болады. Бұл көбінесе стресс, простагландиндер синтезінің бұзылуы, стероидті гормондар бұзылысы, гиперандрогения кезінде байқалады. Гинекологиялық аурулардағы бедеулік жатыр қуысына эмбрионның жабысуының бұзылуынан пайда болады. Оның себебі жатырішілік перде туа пайда болады. Иммунды бедеулік әйел ағзасында ер адамның сперматозоидтарына қарсы антиспермалы антиденелердің түзілуімен түсіндіріледі. Әйел бедеулігін емдеу. Психогенді бедеулігі бар әйелдерге психоневролог кеңесі керек. Маман әйел жағдайын бағалай отырып, транквилизатор, седативті препарат, сонымен қатар психотерапевтикалық ем тағайындайды. Басым көпшілік осы жағдайда ем оң нәтиже береді. Эндокринді бедеулік: бас миындағы органикалық өзгерістер анықталса, әйелге неврохирург қарауына жіберілу керек. Гормональды бұзылысты адекватты түрде эндокринді жүйені емдеумен жазуға болады. Түтікті бедеулік кезінде жатыр түтігінің қалыпты анатомиялық өткізгішінің қалпына келтіру керек. Ол үшін оперативті лапароскопия жасалады. Иммунологиялық бедеулік ағзадағы бар инфекция көздерін емдеуден басталады. Содан кейін овуляцияның басталуына 2-3 күн қалғанда таза эстрогендер препаратын тағайындайды. 6 ай бойы жыныстық қатынасқа тек мүшеқаппен түсу қажет. Сол кезде әйел ағзасына ұзақ уақыт сперматозоидтар түспеген жағдайда иммунокомпонентті жасушалар қызмет төмендейді. Уақыт өткеннен кейін мүшеқапты пайдалану тоқтаған соң қалыпты жүктеліп келеді. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.